Қуантқан аға, тілші ғалымдарымыз әліпби оқу жазуға жеңіл болу үшін әр дыбысқа бір таңба берілу керек дейді. Олар осы қағидаға негізделген әліпбиінде ұсынып отыр. Алайда ол елбасымыздың әліпбиіміз ілмексіз болсын деген талабын қанағаттандырмайды. Соған байланысты әліпби жөніндегі жұмысшы тобы диграфтық және апострофтық деп аталатын екі әліпбиді талқыға салған болатын. Бірақ бұларда әр дыбысқа бір таңба қағидасы сақталмай отыр. Осы орайда сіздің әліпбиіңіз елбасы талабына да тілші ғалымдар ұстанымына да сай келеді деп естідім. Солай. Олай болса әліпбиіңізбен таныссақ, сіз латында жоқ дыбыстарыңызды қалай белгіледіңіз? Бір дыбыстың өзі әртүрлі қалыпта әртүрлі таңбалана беретіні бар. Мысалы, ың дейтін дыбысты алатын болсақ, бізде ың дейтінді былай белгілейміз ғой, Кириллде. Ал енді осыны ағылшындар екі әріппен белгілейді ыңды. Оларда да ың дейтін дыбыс бар ғой. Ал түрікмендер диакритикалық таңбамен белгілейді. Енді осы әртүрлі белгілегенмен осы барлық халыққа ортақ осы ың дыбысының да таңбасы бар. Ол мынау. Міне. Бұны ың дыбысының фонетикалық таңбасы. Дәл сол сияқты ш дейтін де дыбыс бар ғой. Ол ағылшында да бар, ол бізде де бар, ол түрікте де бар. Енді осылар қалай белгілейді десек, біз қалай белгілейміз? Біз ш деп Кириллде осылай белгілейміз. Ал ағылшындар қосар әріппен белгілейді. Ал түріктер диакритикалық таңбамен белгілейді. Ал осының барлығына ортақ, шының фонетикалық таңбасы қандай? Шының фонетикалық таңбасы мінекей. Сонда мынаны жазып қоятын болсақ, барлық халықта ол түрік бола ма, ол араб бола ма, ол басқа ағылшын бола ма, мынаны ың деп оқиды. Әлем халқына ортақ. Ал мынаны барлығы да ш деп оқиды. Осыны фонетикалық таңба дейді, бұл бүкіл дүниежүзіне ортақ таңба. Ал енді осы фонетикалық таңбалардың бәрі жинақталған әліпби бар, оның халықаралық фонетикалық әліпби деп атайды. Біз өзіміздің таңбаларымызды осы фонетикалық таңбаларды, жаңа дыбысымызға осы фонетикалық таңбаларды алдық. Себебі ойлап қараңызшы, мінекей, біздің мына дыбыстың бүкіл дүниежүзінің барлық халқына ортақ өзінің мынандай таңбасы тұрса, өз таңбасы тұрса, оған үстінен түртіп, я болмаса қосар әріп жазып, не затқа қажеті бар? Немесе шының бүкіл дүниежүзінің ортақ мынандай таңбасы тұрса, өзі қарапайым, оның астынан түртіп, үстінен түртіп, мынаны мысалы шехтар үстінен түртіп, біреу мына түріктер астынан түртіп, немесе қосар әріппенен, мынау сыққы деп те оқымаймыз ба мысалы. Өйтіп жасағаннан өз таңбасын ала қойған дұрыс. Біздің ойымыз солай. Енді халықаралық фонетикалық таңба жаңа бүкіл дүниежүзіне ортақ дейді. Кез келген оны сіз интернеттен тауып аласыз, өзіңіздің тіпті жаңа смартфоныңыздан таба аласыз. Міне мынау дауысты дыбыстардың әліпбиі. Халықаралық фонетикалық әліпбиде мына дауысты дыбыстар былай белгіленген. Мынау халықаралық фонетикалық әліпбиде дауыссыз дыбыстар былай таңбаланған. Мысалы, мынау жаңа қос еріндік дыбыстар, мынау ерін менен тіс арқылы айтылатын дыбыстар деген сияқты, мынау көмей арқылы айтылатын дыбыстар. Енді ол жаңа ғалымдардың мәселесі, кез келген қарапайым адамға қажет жоқ шығар. Бірақ енді соның ішінде біздің дыбыстарымыз қалай белгіленеді десек, таңбаланды десек, мінекей. Біздің о дыбысымыз мында былай таңбаланды. Таға сияқты. Таға сияқты. Былай таңбаланған. Былай таңбаланған. Былай таңбаланған. Былай таңбаланған. Былай таңбаланған. Дәл сол сияқты мінекей. Былай таңбаланған, жаңа көрсеттік. Міне ш былай таңбаланған, ж былай таңбаланған, қ былай таңбаланған. Осы жерде айтып жатыр. Қының орнына мына неге кеуді аламыз? Неге күні ала бермейміз ананан мұна? Ал мына жерде мынау өзін дыбыстың фонетикалық бүкіл дүниежүзінің ортақ таңбасы мынау. Сондықтан осылай деп жауап беруге болады. Алғаны былай таңбаланған. Енді бір қатар адамдар
уже сіздің бұл таңбаңызды танысып үлгерді. Ал бұның дыбысталуы... Дұрыс айтасың, енді бұның дыбысталуы тағы бар. Енді дыбысталуына келетін болсақ, міне, бұның бір ерекшелігі, біздің енді қандай ерекшелігі бар дейтін болсақ, біріншіден біз әліпбиге біз дыбысталуынан бұрын нені қарайық әуелі. Әліпбиіміздің өзін көрсетіп алайық та, сосын дыбысталуына келейік. Біздің сонда әліпбиіміз жаңағы айтқан, біз жаңағы өзіміздің латында жоқ дыбыстарымызды белгілеп алдық. Мына жерде оны қызылмен көрсетілген, мына жерде енді сонда әліпбиіміз мынандай болып шығады. Біз 32 әліп болады деп есептейміз. Енді осы жерде біз х менен ф дыбысында қосып қойдық. Кейбіреулер бұған бұл біздің қазақ тілінде жоқ, мына 28 дыбыс қана бар деп атады ол. Бірақ біздің мына х-ны қосқан себебіміз бізде ах, ох, охо, ахаха деген сияқты одағайлар бар ғой. Енді оны алып тастап қайтеміз. Біз ах дегеннің орнына ах деп, ох дегеннің орнына ох деп, ахаханың орнына ахахаха деп қақылдап отырғанымыз үйлесе бермейді. Немесе үф, сүф, уф деген сияқты тағы біздің жаңағы сөздеріміз бар, ал олардың бәрін ұфсыз қалай айтамыз. Ал х-менен айтудың қиыншылығы сол архаик сөздіктің өзінде де біздерде жаңа х-ны айту қиын болғандықтан х-мен айтады деп береді. Сондықтан біз ы-ны да қойдық. Енді біз ы-ны алған жоқпыз. Енді бұл жерде бұл тек мен шешетін нәрсе емес, бұл жерде ғалымдар бар басқа. Ол бірігіп шешетін нәрсе, тек менің ең негізгі ұсынатыным жаңа біздің әліпбиімізге фонетикалық таңбаларды пайдалану. Сонда біз мынандай қылып қойдық. Енді мінекей қараңыздар. Мынау А, В, Д, Е, Ф. Міне ғымыз бар мына жерде. Мынау Э бар мына жерде. Біз міне иді алдық. Иді алған, и менен уды алдық. И менен уды алған себебімізді қазір ілгеріде тағы да айтармыз. Әзірше мінекей таныстыңыз ғой. Енді ары қарай кететін болсақ, әліпбиіміздің басты ерекшеліктері деген неде? Сонда біз бірінші әліпбиімізге фонетикалық таңбаларды алдық. Екінші, фонетикалық таңба деген қандай айырмашылық дейтін болсақ, фонетикалық таңба дыбыстың барлық қалыпқа ортақ өз таңбасы. Ал диакритикалы апострофты әріптер дегеніміз әр қалыптың өзінің ұйғары. Қалай қылып белгілі? Біреу жаңа айтып отырмыз ғой, жаңа шыны, біреу еске үстінен ноқат салады, жаңа түріктер астынан ноқат салады. Сонда өзінің ұйғары ма қойын? Оның нақты кесімі жоқ. Енді тағы бір несі тұрпаты өте қарапайым. Мінекей қараңыз, міне қарасаңыз, міне ешқандай қосымша таңбасы жоқ. Қарапайым дейді, сол салуға оңай ғой. Мына сияқты, міне мынау сияқты. Ғының өзінде қарасаңыз бүйтіп сала салады. Мына шыны дейтінде былай сала салады. Енді біз мына өз сияқты, өз шөлі тағы айта кететін нәрсе бар. Міне өні көріп отырсыз ба? Ө дегенде біреулер айтады. Мына өменен өнесен кәдімгі Кирилден ала салғансың ба? Мына ғыны сен мына неден гректен ала салғансың ба дейді. Жоқ, бұл өзінің таңбасы солай екен. Сол жерде мен таңғалатыным біздің баяғы арыстарымыз әліпбиді сол 29 жылы таңдаған кездің өзінде осы дыбысты, осы таңбаларды бекерден бекер ала салған сияқты. Себебі олар да таныс болған сияқты. Себебі халықаралық фонетикалық таңба ол 1886-87 жылдардан басталған. Басқа әліпбилерді қолданылмауының себебінің өзі олардың әліпбилері бұрын пайда болған ғой. Енді сондықтан қолданылған болу керек деп ойлаймын. Енді ары қарай енді сонда тұрпаты қарапайым деген көрдік, қосымша ноқат ілмектері жоқ. Жаңағы біздің елбасымыздың айтқан талабына сай келіп тұр. Енді фонетикалық таңбалардың барлық қалыпқа ортақ дыбыстау үлгісі де бар. Бұның кереметі. Мысалы, компьютерден немесе ұялы телефонда интернеттен ипасаунд деген бар, сосын экс-сампа дейтін бар, немесе халықаралық фонетикалық әліпби дейтін тақырыптар бар. Соны ашсаңыз, біздің таңбаларымызды көресіз. Мысалы, қараңыз міне. Сол таңбалардың үстінен бассақ, мына жерден қарайық. Міне,
Мына таңбалар тұр міне. Жаңа біздің таңбамыздың үстінен басайық міне. Мынау жаңа шымыз еді ғой, басып қарайық. Шым. Шым. Дәл өзі. Міне қараңыз, міне жаңағы зығы ұсаған таңбамыз. Жа. Жа. Мынау жаңағы ғы деп отқанымыз. Ға. Ға. Ал мынау жаңа таласты болып жүрген күй деп оқиды. Мынау неге қ деп алып жүрсіз? Қарайық міне тыңдап. Қа. Қа. Дәл қазақтың әрпі. Иә, өзіміздің әрпі. Міне ынды да қараңыз міне. Ға. Ға. Ал жаңағы айтып отырған сіздің жаңағы үстінен түрткен диакритикалық әрпіңізді де, қоса ыңгіменен қойғаныңызды да, оның барлығынан мынандай дұрыс жоқ. Тек қана осы фонетикалықтан бада бар. Енді жаңағы осының дауысты дыбыстарды қарайық, манағы айтқан. Міне, омыз. О. О. О деп тұр ғой. Иә. Міне біздің жаңағы арыстарымыздың мықтылығы. Мына бүкіл дүние жүзінде, мысалы жаңа немістерде өзінің жаңа дыбысын көрсеткен уақытта қалай дыбысталады дегенде мынаумен көрсетеді. Міне Дұрыс. Міне міне көрдіңіз? Енді мына жерде мынаны бізде, біздің немізде мынауменен белгілеп қойған, бірақ бұл кішкене әден гөрі аға жақындау. Қане көрейік? Осының екі түрі бар. Британский вариант, сосын английский американский вариант деген. Біреуінде деп оқиды да, екіншінде деген сияқты болады. Сондықтан және жазуға да бір түсті келіссіздеу, екі әріп арқаланып тұрған сияқты. Мынау таза Дұрыс. мінекей. Аға, демек бұлай дыбысталуын тыңдауға болса үйренуге де оңай ғой? Әрине, дыбысталуын естігесін кейін естіп отырғанын үйрену оңай ғой. Міне дыбысталу, ал басқа таңбалардың ондай дыбысталуы жоқ. Жаңағы диакритиканың да, апострофың да дыбысталуы жоқ. Қосар әрпіңде. Ал сондықтан оның үстіне мына дыбысталуы интернетте берілген. Мысалы, өзінің жаңағы ұялы телефонынан алып дыбысталуын тыңдауға болады. Мысалы, жазылып тұрған бір әріп тұрса, мысалы біздің шымыз тұрса, мына ирек. Соның үстіне не деп отқанда сотыңнан аласың да, сосын соны тауып аласың, жаңа айттық қой. Ипосаунстан, немесе жаңа эксампа, енді оны табуға болады. Солардан қарасаңыз, сонда тұр, әріп үстінен басып қалсаңыз, жаңағы дыбысымыз шығады, сонымен үйрене беруге болады. Бұның енді тағы несі өз бетімен үйренуге болады. Біздерде әңгімелерде естіп қалдым, бәленбай миллион ба, миллиардта сондай ақша көрген. Иә. Ал бұнда өзіңіз үйрене бересіз. Сосын мысалы басқа ұлттың өкілдері бар. Басқа ұлттың өкілдері үйренейін десе, ол жаңағы үйірмеге қатысу керек. Күнде қолы тие бермейді. Уақыты бола бермейді. Ал мында кез келген уақытта өзінің бос уақытында, я болмаса үйінде жатып, соткысынан қарап, компьютерден қарап, мынаған дыбысты басып қарап, үйрене бермейді жаңағыдай. Дұрыс, шынсыз, қолжетімді. Иә, мінекей бұл жерде. Енді сосын тағы бір фонетика жаңағы таңбалардың үйренуге жеңілдігін, біздің жаңағы бұрынғы сол жаңағы Байтұрсынов аталарымыз бір үйренудің оңайлықтың бір шарты оның тұрпаттарының ұқсас болуын деген. Мысалға, ол кісі жаңағы бас әріппенен кіші әріпке қарсы болған ғой. Себебі бас әріпке бір бөлек үйренуің керек. Мысалы, аның бас әріпі басқа, кіші әріпі басқа, жазбасы басқа, баспасы басқа. Сондай қайда 4 түрлі ме, 3 түрлі ме сондай үйрену керек қой. Ал біздің мына фонетикалық таңбалардың ерекшелігінің бәрін тұрпаты бар. Міне қараңыз. Мысалы, ғының таңбасы бас әріп болсын, кіші әріп болсын мінекей. Ал енді осының диакритикалық таңбаларын көрсететін болсақ, міне ғының таңбасын үстінен мынандай қояды. Міне ғының таңбасы мынау міне бас әрпі. Енді жазып әрпі оңай, мына бір бас әрпін тіпті жазудың өзі білмеймін, адам түсіну қиын. Мына 3 түрлі болып тұр да, мынада 1 түрлі болды. Олай болса үйренуге оның тұрпатының біреу болғаны оңай. Түсінікті. Енді сөздердің сізше фонетикалық таңбалардың жазылуын, оның апострофты диакритикалық нұсқаларымен салыстырайықшы. Менің жеке көзқарасымда алдыңғы екі нұсқа
көзді сүріндіретін сияқты, оқуға да қолайсыз сияқты. Сіздікімен салыстырып. Мінекей қараңыз, мен сол сұрақ болатынын біліп, негізі ең басты сұрақтың бірі ғой. Себебі әліпбидің ең басты сипаты оның оқу жазуға ыңғайлы болуы ғой. Міне қарасаңыз, міне жазуын көрсетіп келді. Міне мынау керейменен ушығу, өңіш, күйеу, әли дейтін сөз берілген. Енді осыны жаңағы апострофты тәсіл дейтін шығып жатыр ғой қазір ұсынылып отырған жұмыс тобының. Соның нұсқасымен жазылуын қарайық. Диакритикалық мына біздің тілші ғалымдарымыздың немесе мына түріктерде бүкіл көп осы ағылшыннан басқа көпшілік елдерде осы диакритикалық нұсқа қолданылады. Өзінің латында жоқ дыбыстарын белгілеуге келген уақытта. Сонда мінекей қараңыз. Міне апостроф ушығу деген сөзді қараңыз. Мына жерде неше таңбамен жазылған? 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде тағы оның 4 апостроф бар. Ал сонда 9 таңбамен жазылған. Ал сосын енді аз орын алады дейді. Мынаумен салыстырғанда ол аз орын алмайды. Қалай болған уақытта оның енді апостроф он бір әріптің орын алмағанмен жарты әріптің орын алса да сәл ұзартады ғой. Енді ал біздің фонетикалық таңбамыз қысқа болғандықтан ол экономикалық тұрғыдан тиімді. Сосын енді тағы бір мәселе, біз компьютер заманына ендік, осы техника заманына ендік дегенменен біздің қолмен жазылуымыз еш уақытта қалмайды. Себебі көшеде жүресіз. Сол біреу бірдемеді сұраса, бірдеме жазып бер десе, айласын жазып бер десе, бәрін соткаға жазып, сосын мына бүйтіп көрсетіп жатпайсыз. Иә болмаса мінекей студенттер отырады, оның барлығы түгел, немесе оқушылар отырады, оның барлығы әрқайсысы компьютер ұстап, сотка ұстап отырмайды ол. Сондықтан қолмен жазу дейтін нәрсе еш уақытта қалмайды. Олай болатын болса, қолмен жылдам жазушылық дейтін ол маңызды. Енді мынадан қарайтын болсаңыз, міне қолменен мынада 5 әріп қана жазылса, мынада қанша әріп жазылады? Міне. Мынада жаңа 9 таңба жазылады. Олай болса қолмен жылдам жазылмайды. Және мына апостроф болатын болса қол тежеледі. Себебі үзіп жазасың. Бір-біріне жалғастыра алмайсың. Мында әріптердің барлығын жалғастырып жазуға мүмкін болады. Ал енді пернетақтан терілу керек. Бұнда тағы қызыққа тап боласыз. Мына қараңыз, мынада 5 таңба тересіз. Ал енді мынада қараңыз. Мынада жаңа 9 таңбаңыз тересіз. Мына жаңа апострофта теріңіз. Сонда мынада 5 таңба басқан жылдан да 9 таңба басқан жылдан ба. Міне қараңыз. Ал енді бұның қызығы, одан да қызығы, бұл біз смартфонмен теретін болсақ. Смартфонмен теретін болсақ, мына апострофты теру үшін 2 перне басу керек. Себебі мына әріп тұрған жерде апострофтың таңбасы жоқ. Ол екінші перне тақтырған. Одан жаңа смартфоннан ауыстырып жіберіп, нені теру үшін сонда мынаған 2 кетеді. 2 басу керек. Сонда мынаған 5 әріпке 5 рет, мына 2 әріптің арқасында 8 рет, сонда 13 рет бересіз. Ал енді ол смартфон ғой. Ал енді жай телефон болатын болса, сіз оны жаңа автомат түрде ауысады жаңа апостроф тергеннен кейін. Онда мынаған кейін қарай тағы ауыстыруыңыз керек, сонда 17 рет тересіз. Ал сонда қараңыз, осыны бізді ойлап отыр ма, осыны ұсынған авторлар ойламай отыр ма білмеймін. Енді ойласа, егер смартфоннан теріп қараса, мәселе түсінікті. Мынаның өзін қараңыз, міне. Өңіш дейтін сөз. Мынада нешеу болады? Қарақшы, мынада 4 перне басасыз. Ал мынада 4-еу неше перне басамыз? 7 перне басамыз. Бұл компьютерде тергенде. Ал смартфонда терген өтінде 10 перне басамыз. Ал жай қарапайым келетін болса 13 перне басамыз. Ал осыны сіз өзіңіз жас жігітсіз осыны басып отырасыз ба? Басып отырмайсыз. Тіпті ең болмағанда шыны басарсыз, енді сы болып өзгеріп кетпейсіз. Ал мынаны оны едіп жазасаңыз ғой. Міне бұл неге барып соқтыруы мүмкін? Қателікке барып, дыбыстың жоғалуына, ананы елемей кетуіне, сонымен біздің тіліміздің жоқ болып кетуіне қауіп төндіре ме деп ойлаймын. Мен бұны қабылдайтын шығар деп ойламаймын, қабылдамайтын шығар, бұны қабылдау мүмкін емес. Бұл жаңағы тіпті басылығына қарағанда диграф дейтіннің өзін біз мына өңіш дейтін болатын болса, біз жаңағы айтқан 2 рет басатын болсақ, мына апостроф болған уақытта 3 рет басатын, ол одан да көп басатын болып кетті. Бұның бәрі уақыт қой. Сондықтан бұл
жазуға келген уақытта өте қолайсыз. Бұл мынадан да қолайсыз. Мынада көріп отырсыз ғой. Мынада әйтеуір жаңағы былай қолмен жазғанда қолайсыздау болғанмен үстінен астынан түртіп жүрген, ал үзіп жазатын болғандықтан қолбұрымда қолайсыздығы бар. Бірақ мына перне тақтадан басқанда бір перне басамыз ғой, мына 4 перне басамыз. Ал мынада жаңа 9 ба 13 пе неше дерек бар. Міне көріп отырсыз. Бәрібір есесі бір диакритикада да қолмен жазғанда қайта қолды көтере беріп үзе береміз ғой. Ол енді қолмен жазғанда ғой. Мына егер перне тақтамен жазатын болсаңыз, бұнда енді 4 перне басасыз. Ал мынада жаңағыдай 10 шақты перне басасыз. Жаңа мен сұрақ қойғанда оқуда көзді сүріндіреді, кідіртеді деппін. Демек бұл жазуда қолды да тежейді деп. Қолды енді жаңа оқылуына да келейік. Міне жаңа оқылу деп қалып отырмыз. Енді бізде жаңа бір дыбысқа бір таңба дейді. Сондықтан дұрыста жеңіл оқылады, ол енді ғалымдардың дәлелдегені, бұл тарихта дәлелдеді. Біз бұрын сол жаңа Кириллмен жазып жүргенде ешқандай кіріксіз оқып жүрдік қой. Енді диакритикалық әріптер осындай сипатқа ие. Бірақ диакритикалық нұсқаны ұсынушылардың менің ойымша бір үйлеспейтін жері бар сияқты. Олар мысалға жаңа диакритиканың санын азайту үшін о менен е дыбыстарын латынның о е дыбыстары әріптермен берген. Себебі о жоқ, и жоқ деп. Ал бірақ осы уақытта мына бір сөзді қарайықшы, оған бит деген мына жазуды сіз қайтып оқыр едіңіз. Мынаны біз күндегі бүкіл тұтынушыларымызға дейін, немесе өзіміз ғылымда оқысын, мынаны біз неғыл деп оқимыз, ол деп оқып жүрміз ғой. Бүкіл жаңағы техникалық мәтіндерде де міне ұрған бит деп оқимыз. Ал енді осыны бізде қалай қолданайын деп отыр, жаңа диакритикалық нұсқаны ұсынушылар ұрған бит деп жазу үшін қолданайын деп отыр. Сонда ол енді біреу былай оқиды, біреу былай оқиды, сонымен екі түрлі оқуға ұшыратып, жаңағы айтқан бір дыбысқа бір таңба деп өздерінің айтып отырған қағидасына бұл жер қайшы келіп тұрған сияқты. Енді олар айтуы мүмкін. Біз өзіміздің әліпбиімізді тек бір түрлі қылып оқимыз деп. Бірақ біз тек осы әліпбимен шегіп келіп қалмаймыз ғой. Жаңағы қаптаған біздің айналамыздағы жарнамамызға дейін, жаңа техникалық мәтіндерімізге дейін, немесе жаңағы айттық қой, тұтыну тауарларына дейін бәрінде де анандай болып тұрғанды біз сонда басқаша оқып отырамыз ба? Мысалы Samsung дейді. Біз сонда Samsung дегенді қайтамыз. Samsung деп бәрін сөйтіп өзгертіп отырғанымыз сол бізге аса қолайлы ма? Қолайсыз. Бізде себебі ол дейтін жоқ қой секілді. Бар болып отыр ғой. Сосын адам айтқан уақытта ол дауысты дейтін болмайды ғой ол жерде. Сондықтан осы диакритиканың да бір кемшілігі осы ау деп ойлаймын. Енді ал жаңағы айтып отырған, мен алдында да айтқан бір жаңағы қосар әріпіміз сірә бір дыбысқа бір таңба емес, ал апострофты әріпімізде бір дыбысқа бір таңба деп болмайды. Себебі оны ең алдымен компьютердің өзі екі таңба деп есептейді. Сосын адамның өзі де жаңағы айтқан таштап кетуі мүмкін деген сияқты жаңа айттық қой. Енді таштап кетеді деген сөз ол басқа таңба деп есептеген. Өз таңбасы болса тастай алмайды ғой. Мысалы аңның бізде құйрығы бар ғой. Біз аңның құйрығын тастай алмаймыз. Ол соған қосылып жалғасып тұрған зат қой. Сондықтан бұл жерде ол да әр дыбысқа бір таңба қағидасына сәйкес келеді деп жаңа авторлар айтып жатыр. Бірақ мен ол әңгіме дұрыс емес деп ойлаймын. Енді бізде фонетикалық таңба бір мәнді дыбысталады. Жаңа көрдік қой. Қай халық болсын, не болсын, жаңа айтқан өзінің дыбысталу үлгісі де бар. Ол сондықтан сөзіміз енді біздің негізгі осы мына әліпби реформасын жүргізудегі мақсатымыздың өзі дыбыстарымыздың сақталуына жету ғой. Енді мынада дыбысымыздың айтылуына дейін беріліп тұрса, оны басқаша оқи алмаймыз. Бізде қазір ыңды ны деп оқитындар бар. Енді мынада ың деп тұратын болса, енді оны ыңды ны деп оқымайтын болады. Ың деп айтылуына дейін естіп отырады ол күн сайын. Енді ал диакритикалық апострофты әріптер, ол бір мәнді емес, әртүрлі дыбыстала беру. Мысалы, латынның өзінің әрпін қараймыз. Міне, мынаны и деп фонетикалық таңба деп оқысақ, и деп қана дыбысталады. Мысалы, ағылшындардың өзі де и дейді, мына фонетикалық таңба дейді. Ал осы латынның и әрпі болса, фонетикалық таңба емес. Бұнда әртүрлі дыбыстайды. Мысалы, ағылшындар ж дейді дыбыстайды, француздар ж дейді,
немістер и дейді, ал испандар оларда қалқырақ әліпбидің иесі ғой, қалқырақ тіл ғой. Олар х деп дыбыстайды екен осы. Ал олай болатын болса, бұл да фонетикалық таңба бұл жөнінде де оқылуда ілгері деп ойлаймын. Енді фонетикалық таңбаның тағы бір жаңа айттық қой. Барлық халыққа ортақ болғандықтан кез келген халық біздің сөзімізді, жазуымызды біз оқиды. Мысалы, шының жаңағыдай таңбасы болып тұрса, бәріне ортақ болса, оны ш деп оқымаймын. Ың деген жаңағыдай мынандай фонетикалық таңбамен берілетін болса, оны басқаша оқи алмаймын. Оны н деп, иә болмаса г деп оқи алмаймын. Міне оқылуына байланысты осындай әңгімені айтуға болады. Ал жан-жақты талқылап, талдап түсіндіріп бердіңіз ғой. Енді бір мәтінді үлгісін көрсетесіз бе? Қалай жазылатынына көзімізді үйретейік. Көрейік, міне. Міне мәтіннің үлгісі. Мынау жаңағы енді біз енді қазір бірден әріптердің бәрін жаттап алып жатқан жоқсыз ғой. Сондықтан мына жерге мен мына әріптердің қалай дыбысталатынын да өзіміздің мына Кириллменен көрсетіп қойдым. Мінекей қараңыз. Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың тұңғыш әліпбиін түзіп, оқушылардың бірнеше буынының сауатын ашқан әліпбиін заңды жоқ, ж ғой мына. Жанды жазды. Жазды ғой. Тіл ілімінің негізін қалады. Тіл ғылымының негізін қалады. Оқу ағарту ісіне осыншалық өлшеусіз еңбек сіңірген ахаң елдің саяси өміріне де араласып, алаш қозғалысының рухани көсемі мемлекет және қоғам қайраткері дәрежесіне дейін көтерілді. Оның өмірі туған халқына қызмет етудің жарқын үлгісі. Мен енді мына оқуға кейде бізде нені бермей жатады ғой. Жаңағы гимнді. Енді гимнді біз жатқа да оқуымыз мүмкін. Мынау енді таныс емес осындай мәтін беріп отырғаным ғой. Мінекей осы енді мен ойлаймын, бұны тап сонша қиын сияқты емес. Жазуға міне қарасаңыз, енді мынаның бір осы жерде мәтіннің өзгешелігін айтсақ, міне фонематикалық мәтін өзге елдердің жазуына ұқсамайды. Қарадыңыз ғой. Төбесінде түркке де ұқсамайды, ол орысқа, кириллге де ұқсамайды, ағылшынға да ұқсамайды. Енді сонда біздің ұлттық ерекшелігімізді көрсетеді. Біз жаңағы өзіміз ұлттық код деп жатырмыз. Мысалы, ел таңбамыз сияқты, немесе әнұранымыз сияқты өзіміздің де бір жазуымыз болғанның несі айып мысалы. Мен әсерімді айтайын. Жаңа ғана оқып отырмын таңбаларыңызды көріп танысып. Бірақ мынау көзге де әдемі көрінеді, оқылғанда да жүгіріп оқылады, жылдам және жазуға да ыңғайлы. Ыңғайлы. Маған ұнады, көңіліме қонды. Ал енді ана біздің жаңағы не болатын болса, апостроф болса, диакритика болатын болса, жаңағы ілмек жоқ деп жаңағы құйрық салған бірдемеде жаңағы ерсі төбесінде жаңағы түрткені бар деп. Ал жаңағы мына апострофтардың өзінде мына құрттай бір сөздің өзінде де көрдік қой. Мүйіз сияқты ма, незат өздік, незат екенін емес, оның компьютерде де мәселелері бар. Мүйізді, құйрықты әкім. Енді мына жерде міне тағы мәтін не болатын болса, мына жерде міне гимннің де несі бар. Міне қараңыз. Ал қалай? Әдемі. Меніңше әдемі сияқты. Және өзіміздікі деп мақтанып жүретіндей бір менікі деген, біздікі деген, өзіміздікінен халықтікі, қазақтікі дейтін бір төл дыбысымыз. Төл таңбамыз. Төл таңбамыз. Төл дыбысымыз, төл таңбамыз болып бекітілсе, ол халықаралық деңгейде барлық әлем халқы оқитындай мүмкіндікке ие. Бәрі оқиды ғой. Жаңағы мысалы мынаны айттық қой біз. Мынаны ш деп оқиды, бәрі де. Мынаны ж деп оқиды деген сияқты. Жақсы, ал тағы. Аға, таңбалануымен таныстық, дыбысталуын білдік. Мінсіз әліпби меніңше
Бұдан басқа тағы қандай артықшылығы бар? Ең басты негізгі критерийлер осы ғой, басқа қандай артықшылықтар бар? Мінекей, мынау біздің әліпбиімізде мына ағылшында қолданылатын, олар енді мына оқығанда транскрипциялық таңбаларды пайдаланады ғой. Сондай транскрипциялық таңбалардың көпшілігі бар. Ағылшында 44 дыбыс бар деп жатырмыз. 44 дыбыстың соның сол 44 дыбысты белгілейтін таңбаның осы 7-8-ден басқасының бәрі біздің әліпбиімізде бар. Мінекей қараңыз. Мынау жаңағы айтқан бізде не әріп мынау? Не дыбыс еді? Ғой. Міне. Міне көріп отырсыз ба? Ағылшында да мынаны о дегенбіз. Олар сәл жуандап айтылады ғой. Міне мынау оңымыз. Мына жаңағы біз мынаны жаңа әғіліміз деп жатырмыз. Ағылшындар қалай дыбыстайды екен қараңыз. Көріп отырсыз ба? Кейбіреулер осыны әғіліп алу керек деп қояды. Енді немесе тағы қараңыз, мына жерде қараңыз. Міне. Мына біздің латын таңбалардың өзі, латын әріптерінің өзінің көпшілігі, осы 4-5-еуінен басқасы түгел фонетикалық таңбалар. Міне. Сол фонетикалық таңбаларға латын әріптерін алған ғой, міне қараңыз. Ч. Мынау енді ағылшындық ол бізде жоқ, біз т менен ч деп оқимыз ғой. Мына қараңыз, С. Ш. көріп отырсыз ба? Мына манағы зығышаға міне ж. Ж. Міне көріп отырсыз ба? Мыналарда да сонда міне біз мына аңымызды қараңыз. Ң. Міне. Е. Бізде сонда міне қарап отырсаңыз, міне мына дауыссыз дыбыстардың ішінде мынау жоқ бізде. Мынау жоқ. Ал мынаны сірә тіші деп оқи береміз, тіші деп. Мынаны діжі деп оқи береміз ғой, мына жымыз болған, мынау д болғасын. Міне көріп отырсыз ба? Олай болатын болса, бізге фонетикалық таңбаны алу орынды ма дейтін сұрақтың өзі міне дұрыс емес сияқты. Себебі мынаның бәрі де сол фонетикалық таңбалар емес пе міне? Олай болатын болса, міне ал енді мынау сонда біз мына егер біздің әліпбиімізді қолданатын болса, онда мынау ағылшын тілінің мынау новайлап жаңағы айтқан 31-деме дыбысын біз өтіп кететін болып отырмыз. Соған барып енді ағылшын тілін үйренуде жеңілдемейді. Міне сондықтан бұл ағылшын тілін үйренуде жеңілдейді. Енді ары қарай, енді келесі тағы артықшылығы. Енді таңбаларымыз ағылшынша оқуда қолданылатын болса, ол қолданылу қазақ әліпбиінің мәртебесін көтереді. Себебі аса маңызды ағылшын тілін жұрттың бәрі үйренгісі келеді. Ал оны үйрену үшін ағылшын жаңағы біздің қазақ әліпбиі қолданатын болса, оның маңызы көтерілмейді. Біздің мақсатымыздың өзі де осы және жасай алмай жүрген нәрсеміздің өзі де біздің қазақ тілінің мәртебесін көтеру емес пе? Ал қазақ әліпбиінің мәртебесі көтерілді деген сөз қазақ тілінің мәртебесі де көтерілмейді. Сосын енді басқа халықтар жазуымызша бізше оқитын болса, жалқы есімдеріміз дұрыс транслитерация. Транслитерация дейтін жаңағы өзінің әріпімен жазу ғой. Ал өзінің әріпімен жазу үшін әуелі өзі дұрыс оқу керек қой. Мысалы біздің Маңғыстау деген сөзді егер дұрыс ың деп оқитын болса, онда жазғанда ол н-менен жазады ғой. Ал мысалы ағылшында егер оны дұрыс оқымай н деп оқитын болса, манағы айтқан егер төбесін диакритика қоятын болса, немесе апостроф қоятын болса, оны н деп оқиды да, ол Маңғыстау деп оқитын болады. Сонда бұл транслитерация үшін де қолайды. Енді біздің тағы бір мақсатымыз түркі халықтарымен жақындасу ғой. Енді қарайық, жаңағы айтқан біздерге кейде мынандай әңгіме болады ғой. Біз диакритикалық таңбаларды пайдаланамыз, сонда түркі халықтарымен бірдей боламыз деп. Енді мына әріпті пайдалансақ та түркі халықтарымен бірдей боламыз. Алыстамаймыз. Себебі мына сөз деген сөзді, міне сөз дегенді сөз деп жазатын өзбек те міне. Мынандай олар жаңа апостроф қолданады ғой, жаңа біздің ұсынып отырғанда. Екінші сөз деп жазатын әзербайжандар мына төбесінен жаңа умлаут салады қосыпты. Бұлар да бәрі де оқылуын көрсетпесе бүйтіп жазып көрсетеді. Енді мынаның өзінде тағы бір өңнің тағы бір түрі бар бүйткенен. Міне олай болатын болса, фонетикалық таңбасы бірдей. Мысалы қараңыз, тағы осы жерде бір нәрсені айта кетейін. Міне, әліпбилердің салыстырмалы кестесі дейді. Бұрынғы біздің бұрынырақтағы әліпбилеріміз
Мынау кирилл, мынау жаңа әліпби дейтін болған ғой. Енді осында бізде де бұрын қазіргі әліпбимізде де мен даладан алып отырғаным жоқ. Ғалымдар анықтаған ғой, міне қараңыз, міне әні мынандай қылып белгілеген, мен жаңа бұны алмаған себебім сәл әден көрі сәл өзгешелеу. Және мына екі қолайсыз арқаланып тұрған. Міне қараңыз, міне г, міне ғ-ны қараңыз, міне. Дәл осы сияқты міне ж-ны қараңыз, міне. Міне и-ді де қараңыз, міне. Олай болатын болса біздің ғалымыздар бұрында да бұл бәрі анықтап болған. Мен ештеңе жаңадан ойлап тауып, ұсынып өзгеріс жасап отырғаным жоқ, бәрі ғылымда бәрі нәрсе. Ал дәл осы сияқты міне ипотранскрипциясы дейді, жаңағы фонетикалық таңбалану ғой. Осы мынау біздің қазақ әліпби болса, басқа әліпбилерде де осындай бар. Жаңағы сол енді түрік әліпбилерінде, түріктің мына қалыптарының біздің транскрипциямыз бірдей. Олай болатын болса, бәрі де транскрипциялық түрде келіп, жаңағыдай бізше оқи беруіне сонда түркі қарттарыменен де екі аралықта ұлтаралық қатынас ретінде қолдануға болады. Енді таңбалардың дыбысының болуы жазуды дыбыстау бағдарламаларын құруға көмектеседі. Мына қазіргі осы күнде қарап отырса дыбыстау арқылы жаңа басқарылатын аппараттар, түрлі машиналардың өзінде сондай нәрселер бар ғой енді. Олай болатын болса, оның болашақ перспективасы сондай болашағында бар сияқты көрінеді. Енді мен маман емеспін, бірақ енді бізде қазір жоқ қой. Мысалы, қазір қарасаңыз, ағылшында бір сөзді жазсаңыз, соны жазуды оқиды. Ал бізде де сондай бағдарлама болу үшін енді әуелі оның жаңағы кезген әріптері дыбыстай алу керек қой. Осы күрделі мәселе. Менің сұрағым бар, осы бірнеше сұрақ қойғым келді. Жабдықталуының жайы қалай болады осының? Жазуға қажетті шрифт бар ма? Латын әліпбиінде жоқ әріптерді пайдаланғандықтан пернетақта жасау қажет болмай ма? Одан гөрі дайын тұрған ағылшын әліпбиін қолдана қойған пайдалы емес па деген мәселе. Ол да енді ол да бір күн тәртібіндегі мәселе ғой. Осы жерде жаңағы мына тек қана латын әріптерін пайдаланады дейтін жаңағы ғалымдардың, адамдардың бір айтатын уәжі латын әріптері көп дейді, шрифттер көп дейді. Тіпті жүздеген дейді, мыңдаған дейді, мен оған қанша шрифті бар екенін білмеймін. Бірақ енді ойлап қараңызшы. Біз өзіңіз мысалы қанша шрифт қолданасыз? Неше шрифт қолданасыз? Мен мысалы Таймс Нью Роман, Камбрия деген сияқты мысалы санаулы шрифт қолданамын екен. Өзіңіз неше шрифт қолданасыз? Мен де сол 3-4 шрифт. Сол 3-4 шрифт. Олай болатын болса, ал енді біздің шрифттеріміз осы 20 шақты шрифттер бар екен. Мен ішінен қарап шықтым. Оқылады жаңағы біздің фонетикалық таңбаларымыз түсетін. Мысалы латын әріптері бүкіл шрифттің бәрінде болады міндетті түрде. Кейбіреулері болмаса. Ал мына басқа таңбалар, оның мысалы ағылшындардың қолданатын шрифттердің ішінде біздің кирилл шрифттері жоқ қой. Сол сияқты фонетикалық таңбаларда бола бермеуі мүмкін. Бірақ мына жерде 20 шақты шрифтте кездеседі екен. Мысалы Камбрия, менің жақсы көретін шрифтім өзім. Калибри, Ариал, міне көп пайдаланады. Таймс Нью Роман, міне Ариал Уникоде емес, міне сол сияқты Люсида деймін, бірнеше 20 шақты шрифті болса, соның өзі былай қарағанда жеткілікті сияқты. Көпшіліктің сонда қазір мысалы бүгін ертең таңертең өтіп кететін болса, міне шрифтіміз жоқ деп ешкім шрифт іздеп отырмайды, пайдалана беруге болады. Ал енді қосымша жаңағы дизайнерлер үшін жасалған шрифтіні жасау ол соншалық қиын емес. Мысалы Асылбек Мереке дейтін шрифт бар менде. Сол үшін Асылбек Мерекенің өзінің 20 шақты шрифті бар. Олай болса, ол енді жасайын десе, ол ары қарай шрифтіні көркемдеп жасауын ол дизайнерлер жасайды. Енді жаңа пернетақта дейтін әңгіме болды. Осы жерде тағы да жаңағы латын әріптерін жақтайтын адамдардың несі, мына дайын тұрған ағылшын пернетақтасы бар емес пе? Соны неге пайдалана қоймаймыз? Сол бізге арзанға түспей ме? Бізде сонда ағылшын пернетақтасын бізге тегін бере ме? Біз оны бәрін сатып алмаймыз. Ал енді ол жерде енді бір екі мәселе бар ғой. Пернетақтада мынандай мәселе. Бірінші, соңғы әріптерді орналастыру бар. Бұны драйвері дейді.
алdıра беріп жазу үшін бар болғаны бір сағат қана бар. Кез келген әріпті орналастыратын ол жаңағы бағдарлама бар. Сол бағдарлама бойынша тіпті өзіңіздің қолмен қол жазбаңызды орналастыру. Ол соншалық қиын жұмыс емес. Жаңа айтып отырмын, бір сағаттан емес. Ал енді бетіне әріп жаңа таңба, жаңағы әріптің несінің таңбасын жазу керек болатын болса, бәрібір сіз орыс тілі болсын, ағылшын тілі болсын, бәрібір таңба жазу керек емес пе? Сондықтан ол нәрсе тіпті ана үстінен бетіне жапсыратын да сондай нәрселер жапсырмадар. Сондықтан бұл пернетақта қиын емес. Ал бізде осы жерде айта кетейін, пернетақта үлгісі дайын. Міне. Енді біздің пернетақтамыз дайын деді қойын. Дайын болғасын жазып көрсетейік. Мысалы, тұңғыш дейтін сөз жазып барайық. Міне. Тұңғыш. Шам дейтін сөзді жазып барайық. Міне, көріңізсіз ол, пернетақтамен жазып отырмын ғой. Ешқандай мәселе жоқ. Ал осы жерде біз пернетақтаға жаңағы әліпбиімізге енбеген әліпбилер бар ғой. Х бар, X бар, С бар, В бар. Біз осыларды да пернетақтамызға Y бар, осылардың бәрінен еттік. Мысалы, міне қараңыз, В. Міне үлкені. Міне. Жаңа қайсы деп едік? Х. Үлкені. Сосын С. Сосын тағы қайсы? Бәрі осы ғой. Міне барлық біздің әріптеріміздің бәрін мыналарды біз неге енгіздік? Бұны мысалға біз ғылыми техникалық терминдер жазуымыз мүмкін, немесе жаңа бағдарлама жазуымыз мүмкін, немесе шетелдік сөздерді жазуымыз мүмкін. Сол уақытта мына басқа пернетақтаға аудармай жаза беруге болады. Бұл жерде мен мына нәрсені айтқым келді. Мына әрбір, енді біреулер ойлап отыруы мүмкін, өзі 26 мына 33 пернесі бар, манағы айтқан неше өтті? Жаңа 32 әрпін орналастырып, енді жаңа 4 таңбаның бәрін қайдан орналастырып отырмын? Мына перненің әрқайсысына 4 таңба орналастыруға болады. Енді оны мына жұрттың бәріне белгілі болмағандықтан оны айтпай-ақ қояйын. Олай болатын болса, бұған міне сонда 4 перне болатын болса, 33 пернеге 132 таңбаға дейін орналастырады. Біз сондықтан жаңағы оларды пайдаландық. Жаңа сұрақтардың біреуі техникалық тұрғыдан қандай мүмкіндіктері бар, сол туралы түсіндіріп берсеңіз. Енді осы жерде мына тек қана латын әріптерін ғана пайдаланайық дейтін жаңа апостроф бар, немесе диграф дегенде бар. Олардың айтуынша мына латын әріп, олардың түсінігінше латын әріптерінен басқа әріптер біздің интернетке кіруімізге, немесе басқа бағдарлама жазуымызға қиыншылық келтіретін сияқты болып көрінеді. Тіпті жаңағы ұсынып жүрген әліпбилерді біреулер жаңағы бұл бағдарламашылардың әліпбиі деп жүр. Бұл шындығында бағдарламашылардың әліпбиі емес. Себебі өткенде осы бізде бір халықаралық конференция өтті. Сол уақытта Ерлан Оспан дейтін жігіт келді, сол кісімен де сөйлестім. Оның алдында оның әліпби саудасына қыстырма дейтін бір Фейсбукта мақаласы шықты. Солардың бәрінде де айтқан уақытта ол кісі айтады. Өзі бағдарламашы ғой. Бізді мына шрифті мәселесін, бағдарлама мәселесін әліпбидің таңбаларын таңдауға араластырмаңдар. Ол біздің шаруамыз. Қандай әріп алсаң да өздерің біліңдер дейді. Біз оның программасын жасайтын біз. Шындығында да мына 90 жылдардан бұрын мына компьютер латын әріптерінен басқа әріптерді қабылдамайды. Себебі мына компьютер оны әріптей қабылдамайды. Компьютер оны
қабылдау үшін, жаңа таңбаларды қабылдау үшін оларға нөмірленеді. Сонда алғашқы 128 нөмір, ішінде латын әрпі бар, жаңа біздің араб цифрлары бар, солармен 128 цифр барлық әліпбилерде бірдей болады. Содан кейінгі таңбалар әркім өз таңбасын қояды, сол уақытта бірімен бірі жаңағы шатысып кетіп, компьютер түсінбей қалады. Ал қазір 90 жылдан кейін Unicode дейтін қолданыла бастады. Unicode қолданылғаннан бері барлық бүкіл дүниедегі бүкіл әліпбилердің таңбалары жаңа бәрі рет-ретімен нөмірленген, сондықтан компьютер ешқайсысында одан шатыспайды да, жатсынбайды да, кез келген таңбаны қабылдай береді. Мысалы, өзің жаңағы шетелге барып жүрген болсаңыз, сол шетелден бері қарай хат жазып жүрсіз. Немесе біз компьютерден, интернеттен кез келген қазақша жазудың, қазақша жазудың өзін қарай бермейміз. Ол яғни онда шатыспайды деген сөз, оның басқа таңбаңда онда шатысатын ештеңе жоқ. Латын әліпби болуы біздің ұлттық әліпбиіміз үшін міндетті емес. Сосын ал бағдарлама дейтінге келсек, бағдарламаны қай әліппен жазсаң да бәрі. Себебі ол әріппен емес, компьютер жаңа айттық қой. Ол цифрмен түсінеді, нөлмен бірден құралған кодпенен түсінеді. Ал енді бұрынғы жазылып қалған бағдарламаға келетін болса, ол тіпті немесе ағылшынша жаза беріңіз. Күнде мысалы қарап отырсақ, мына жыл сайын балдардың олимпиадасы өтеді информатикада. Соны бағдарлама жазып, кириллмен де бағдарлама менен шатысып жатқан ештеңесі жоқ. Сіздің жаңа input деп, жаңа print деп сол бағдарламасын неменен жасай беріңіз. Ағылшынша. Ал ананы комментарий деп қолдана беруге болады. Ал сондықтан біздің мына фонетикалық таңбаны қолдануымыз техникалық жағынан қиыншылық тудырмайды. Ал енді сұрыптау бар, жаңағы реттеу дейтін операцияларға байланысты тағы мәселе тумайды. Себебі біздер әліпбиімізде жаңа әріптерді өзінің Unicode-дағы орналасу ретімен алдық. Енді тағы бір қызықты айтайын. Мұнан соншалық біздің латын әліпбиінің техникалық мүмкіндігінің жоғары екені рас. Мысалы, латын әрпінің бір әрпінің информация мөлшері 1 байт болса, басқа әріптің информация бөлігі одан көп, 2 байт болады. Ал бірақ қазіргі ұсынылып отырған әліпбиді қарайық. Мысалға, жаңа апострофты немесе қосар әріпті. Ол информация мөлшері онда көбейіп кетеді. Мысалы қараңыздар, міне. Әртүрлі тәсілмен жазылған ұшығу деген сөздегі информация мөлшерін есептейік. Мына бір таңба 1 байт болады. Сол уақытта мына жерде қарасаңыз неше таңба бар? 5 әріп, мына 4 апострофпен 9 байт. Енді мына ұшығу деген жаңағы диакритикалық таңбамен жазылуын қараңыз. 1, 2, мына басқа таңба 2 байт болады дедік қой. Мынаумен 4, 6, 8, 9, 10 байт болды. Енді қарайық, енді біздің жазуымызды қарайық. 1 байт, 3 байт, 5 байт, 7 байт, 8 байт. Енді тиімді демегенде де мұнадан тиімсіз емес. Немесе, мысалы, басқа сөздерді сөйтіп қарауға болады. Тек мен бір мысалды келтіріп отырмын. Сондықтан жаңағы бұл техникалық жағынан да төмендеуге болмайды. Сосын тағы да бір қызығы бар. Фонетикалық таңбаның өзгешелігі, егер біз сол қалайда техникалық мүмкіндігін арттыруымыз керек болса, мысалы соткілерде бар. Соткіменен бір жаққа жаңа SMS жіберетін болсаңыз, онда информация аз кетеді. Мысалы бір SMS-ке латын әрпінің 140-160-тан бастайса, кириллде мысалы 70-тан бастайды. Мынада соны да көтеретін арнайы бүкіл халықаралық жүйе бар. Экстампа дейтін. Оған арналған конвертер де бар. Аға, манадан бері танысып отырмыз. Бұған дейін елдің назарына ұсынылған диакритикалық нұсқада, апострофты нұсқада да тек қана бір әріптің орнына балама ретінде бір әріпті көрсету таңбасын ғана талқыланып жүр. Ал сіздің мына нұсқаңызда оқылуы да, жазылуы да, үйренуі де, тіпті техникалық мүмкіндіктерді түгел қамтылған екен. Біздің көкейімізге қонды,
қисынға келеді. Елдің болашағы үшін алаңдайтын кез келген азамат бұған назар аударуға тұрарлық. Елбасының талаптарына да сай екен меніңше. Енді осы нұсқаның да кеңірек тарап, қоғам арасында қызу талқылануы заңды. Сондықтан біз осыны жариялағымыз келеді. Рахмет. Сізге де рахмет. Сау болыңыз.